Саламатсыздар ма, құрметті видео дәріс тыңдаушылар және білім алушылар. Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеттің мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогика кафедрасының ұсынып отырған мектепке дейінгі психология бойынша практикум пәнінің бүгін бірінші бейне дәрісі. Тақырыбы мектепке дейінгі психологиялық бойынша практикум пәнінің әдіснамалық негіздері. Пәннің мақсатына тоқталатын болсақ, мектепке дейінгі психология практикум пәнінің әдіснамалық негіздерін тәжірибе арқылы меңгерту және әдіснаманың жалпы пәннің мақсаттары мен міндеттерін практикалық жұмыс барысында жүзеге асыру жолдарын көрсету. Ал осы жерде бірнеше жоспарлары берілген. Ал енді мектепке дейінгі психология бойынша практикумның болашақ педагогтердің балалар психологиясын тәжірибелік тұрғысында зерттеуіне арналған жалпы бағыттары бар. Бұл бірнеше үш бағытын қарастырсақ, бұл жерде практикумның мазмұны мектепке дейінгі кезеңдер, яғни туылғаннан 6-7 жасқа дейінгі. Бұл баланың даму барлық аспектілерін қамтитын кезең. Ол үшін үш ірі блоктан тұрады. Бұл қандай блоктар? Әрине, бірінші блок бұл психологиялық диагностикалық блок. Екіншісі психологиялық түзету және дамыту блоктары. Үшінші психологиялық кеңес беру және ағарту блоктары деп санаймыз. Ал енді психологиялық диагностикаға тоқталатын болсақ, бұл жерде жалпы студенттермен, балалармен бірге жұмыс жасайтын зерттеушілер нақты әдістемелерін меңгеруі керек. Бұл жерде танымдық процестерді зерттеу, түйсік, қабылдау, зейін, ес, ойлау, қиял деңгейін анықтауға арналған. Ал эмоционалдық ерік аясын зерттеу барысында диагностикада баланың мазасыздығы, деңгейін, агрессиясын, өзін және басқаны бағалауын тексеру жүреді. Ал енді тұлға аралық қарым-қатынас. Бұл жерде баланың құрдастарымен, достарымен және де ересектермен қарым-қатынас ерекшеліктерін социометриямен талдау жүргізуге болады. Ал енді психологиялық түзету және дамыту барысында бұл жерде анықталған ақаулықтарды немесе жалпы жоюға арналған бірнеше терапияларды ұсынуға болады. Әрине, ең мектепке дейінгі білім беруде, ұйымдарда, балабақшаларда балалармен жұмыс істеу барысында бұл ұсынылатын ойын терапиясы. Бұл жерде ойын терапиясының жалпы мақсатына келетін болсақ, балалардың бойындағы қорқынышты азайтуға және де өзіне деген сенімділікті әлеуметтену ортасына бейімделуге, адаптацияға осы ойын терапиясын қолдануға болады. Және де арт-терапияға тоқталатын болсам, бұл жерде жалпы арт-терапия балалардың ішкі күйзелістерін анықтауға, яки болмаса оның қорқыныштарын қауіпсіз түрде шығаруға көп жағдайда осы арт-терапияны ұсынып жатады. Арт-терапия арқылы бала өзінің бойындағы қорқынышын, ішкі сезімін сурет арқылы, бейнелеу арқылы жалпы көрнекілі түрде шығаруға тәрбиешілердің және психолог мамандардың септігі, көмегі осы арқылы арт-терапия арқылы жүзеге асырылады. Ал енді бұл жерде әртүрлі тақырыпта қолдануға болады. Көңілді бояу, бұл жерде баланың өзінің көңіл күйіне байланысты түрлі сұрақтар арқылы осы бояулармен ішкі эмоциясын тануға, жұмыс жасауға мүмкіндік береді. Ал енді ертегі терапиясына тоқталатын болсақ, бұл жерде әрине ертегі терапиясы әрбір бала үшін, мектеп жасындағы балалар үшін бұл таптырмас терапиялардың бірі. Себебі бұл жерде баланың мінез құлқын және де түзетуге, жақсы бағытқа, тәрбиелік бағытқа алып келетін осы ертегі терапиясы бұл баланың агрессиялық және де ашушаңдық мінездерін алдын алуға, құндылықтарды қалыптастыруға осы арт терапиясының көп септігі тиеді. Ал енді психологиялық кеңес беру және ағарту жұмыстарына біз көп жағдайда ата-аналармен және тәрбиеші арасындағы бір-бірінен байланысты айтамыз. Бұл жерде тәрбиешілермен бірге өте маңызды, мақсатты баланы жазалау емес, әрине. Бұл жерде мінез құлқының себеп салдарын анықтауға ата-аналармен бірге тәрбиеші арасындағы байланыс деп аталатын еді. Ал енді бұл толықтыру жұмыстары барысында эмоциялық интеллекттерді дамытуға, конфликттерді шешуге, баланың жас ерекшеліктеріне сәйкес дағдыларды дамытуға, қалыптастыруға бұл жалпы толықтыру деп түсіндіреміз. Ал енді мысалға алатын болсақ, балабақшадағы мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында жалпы балалардың арасында кездесетін жиі жаңағы қақтығыстар, бір-бірімен балалар ойыншыққа таласу барысында және де түрлі ситуациялық жағдайларды
да осы ата-аналар мен тәрбиешінің арасындағы, балалар мен тәрбиешінің арасындағы бірге өте жасалатын жұмыстардың бірегейі. Ал енді мектепке дейінгі психологиялық дайындық балалар үшін мектепке дайындық, жалпы мектепке дайындық психологиясына тоқталатын болса, дайындықты тек қана оқу немесе жазу барысында емес, балалардың жүйке жүйесінің, оның мектепке дайын қабілетті, дайын болуын бақылау болады. Бұл жерде бағалау критерийлері жүзеге асырылады. Ал енді бағалау критерийлері бойынша біз интеллектуалдылық бағалау критерийін алатын болсақ, балалардың ойлауы, есте сақтауы, сөйлеу қоры қаншалықты деңгейде екен, интеллектуалдылық тапсырмалар беру барысында жалпы интеллектісін анықтауға мүмкіндік береді. Ал эмоционалдық еріктік бұл жерде ережелерге бағыну, балалар өзін құрметтеуге және де айналасындағы ортаны құрметтеуге, сондай-ақ зейінді тұрақтандыруға мүмкіндік береді. Әлеуметтік қарым-қатынас бұл жерде тіл табысуға, достық ортасын құруға, жалпы балалардың психологиялық дайындық деңгейін бағыттауға болады. Ал егер баланың жалпы алғанда дене мүшелері, саусақ қолдары, жалпы құрылысы, физиологиялық тұрғыдан, ұсақ қол моторикасы, дене моторикалардың барлығы, жалпы баланың зейін дамуы, бұлардың барлығы қарапайым түрде болғанымен, бұл мектепке дейінгі ұйымнан мектепке қарай психологиялық түрде дайындық түрден өтуі қажет болады. Ал енді психологиялық ағарту дегеніміз көп жағдайда профилактика деп айтамыз. Ал енді профилактика бойынша семинарлар, тәрбиешілерге тренингтер және де түрлі жұмыстарды ұйымдастыруға болады. Ал енді әдіснамалық негіздерге біз кесте ұсындық. Бұл жерде Выгодскийдің жалпы баланың жақын даму аймағы бойынша бірнеше іс-әрекет принциптерінің даму детерминизмдері, жүйелік принциптері ұсынылып отырды. Ал енді келесі слайдта қарайтын болсақ, бұл жерде зерттеу әдістері мен мақсатына қарай және де 4 топқа бөлініп отыр. Бұл жерде эмпирикалық әдістер және проективті әдістер, психофизиологиялық әдістер, интерпретация. Ал енді бұл жерде әрқайсысына жеке тоқталатын болсақ, эмпирикалық әдістерде бұл бақылау, эксперимент жасау, әңгімелесу және сауалнама жүргізу. Ал бұның сипаттамасына келетін болсақ, бұл жерде тікелей тәжірибе арқылы мәлімет жинақтауға алып келеді. Ал енді проективті әдістерде көп жағдайда сурет салуға және де баланың ішкі үрейін, сезімдерін, барлығын, қорқынышын анықтауға мүмкіндік береді. Психофизиологиялық бұл реакция, физиологиялық бұл жүйке жүйесінің ерекшеліктерін зерттеуге мүмкіндік берсе, ал интерпретация бұл жиналған мәліметтерді жинақтау және талдауға, қорытынды жасауға мүмкіндік беріп отырады. Ал енді мектепке дейінгі психология практикумы пәнінің жалпы 4 нақты жолы бар. Бұл психодиагностикалық зерттеу жүргізу, ал енді келесі психологиялық зерттеу, дамыту жұмыстарын ұйымдастыру. Бұл жерде ойын терапиясын, арт терапиясын, психогимнастиканы ұсынуға болады. Ал енді баланың дамуының мониторингін жүргізуде көп жағдайда бұл даму картасы жүзеге асырылады. Ал консультациялық ағартушылық әрекет, әрине бұл жерде психолог, тәрбиеші, ата-аналар жалпылама бұл жерде консультациялық нақты ұстанымдар, ұсыныстар, рекомендациялар арқылы жүзеге асырылады. Бүгінгі бірінші бейне дәрісті қорытындылайтын болсақ, бұл мектепке дейінгі балалардың психикалық даму заңдылықтарының ғылыми негізінде зерттеуге, диагностика жасауға, ойын түрінде және де түзету барысында кәсіби практикалық даярлықтардың негізінде жалпы жүзеге асады. Бірінші дәріс бойынша тапсырмалар және де бақылау сұрақтары ұсынылған.